Армысыздар, Елбіз телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Бүгінгі хабарымызда. Талонмен ғана шенеуніктер бензин тапшылығы туралы сыбысқа түсініктеме берді. Успен ауданы тұрғыны 3 жыл бойы өгей қызын зорлап келген. Бүгін айыпталушыға үкім шығарды. Үйде жарық сөніп қалса қайда жүгіну керек? Ол туралы Алина Темиргалиева коммуналдық ақпарда айтады. Ахмет Байтұрсынов атындағы мектепте ең көп оқитын оқушыларды марапаттайды. Сыйлық құны $500 000 теңге. Павлодар тұрғындары бензин бағасы қымбаттады деп дабыл қағуда. Оған қоса кейбір жанармай құю бекеттерінде танымал сұйық отын маркалар тек қана талонмен сатылуда. Адамдар жағдайдың ушығып кететіндігіне алаңдап біздің арнамыздан көмек сұрады. Тілшіміз Жансая Нұрбекова мәселенің мән-жайына үңілді. Қала тұрғындары Ирбис телекомпаниясының әлеуметтік желі айдарына осындай сурет жіберген болатын. Олардың айтуынша жанар жағармай құятын бекеттерде танымал бензин маркалары АИ-92 талон арқылы сатылса, АИ-95 мүлдем болмайтын кездер жиі кездесіп жатыр. Павлодарлықтарды бензин бағасының қымбаттауы да қатты алаңдатады. Бұл жағдай көпшіліктің қалтасына ауыр түсетіні анық. Қиыншылық көп қой енді, бәрі қымбат, бензин де қымбат қазір. Қиын емес, жеңіл емес қазір бұл өмір. Несоизмеримо высокие цены, необоснованные и постоянный рост. Вот это беспокоит. Әр жерде айтып отыр, что бағаны көтеріп отыр. Міне 95-дің өзін көтеріп отыр. Қайтып жүретіміз білмеймін, міне арзан 92-ні құйып отырмыз. Мен қазір 92-ның өзін бағасын көтерсе білмеймін, жаяу жүріп шығармыз. Ирбис телекомпаниясы аталған мәселе бойынша шенеуніктерге сұрау жіберді. Олар өз кезегінде бензин бағасының тұрақты екенін және жанармай тапшылығы жоқ екенін айтып сендірді. АИ-92 қазіргі кезде орташа баға 201 теңге, АИ-95 маркасы бензині орташа баға 250 теңге. Мен ойымша тапшылық болмайды. Негізі қазіргі кезде Павлодар мұнай-химия зауытында паспортный остаток дейтін бензин АИ-92 904 мың тонна бар. АИ-95 маркасы 307 мың тонна автобензині бар. Дизель 51 мың тонна. Шенеуніктердің айтуынша қала тұрғындарына уайымдаудың қажеті жоқ. Жанармай бекеттерінде бензиннің талон арқылы сатылуы тек қана кәсіпкерлердің уақытылы тапсырыс бермеу салдарынан орын алған мәселе. Жансая Нұрбекова, Дамир Ишанов, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар облысының тұрғынын өгей қызын зорлаған үшін соттады. Аймақтың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында үкім шығарды. Тергеу анықтағанда ер адам 10 жастағы қызға бірнеше рет тиіскен, ал барлығы 2021 жылы басталыпты. Жапа шеккен қыздың анасы бұл ер адаммен бірнеше жыл бұрын кездесе бастаған, кейін некелесіпті. Алайда ол ұзаққа созылмады. Балалардың көзінше үнемі ішімдік ішумен қол жұмсаудың нәтижесінде әйел одан ажырасуды шешіпті. Нәтижесінде бірінші некеден туған қызы жыныстық зорлыққа ұшыраған анықталды. Ер адам баланы алғаш рет 2021 жылдың қаңтарында зорламақшы болған. Сол кезде қыздың анасы кіріп келеді. Келесіде 2022 жылдың шілдесінде өгей әкесі арам ойын іске асырған. Кейін бұл жағдай бірнеше рет қайталаныпты. Күш қолданып, оны жатын бөлмеге сүйреп, іш киімін шешіп, ішіне жатқызып, айғаламас үшін аузын жауып, жыныстық әрекет жасаған. Егер жыныстық әрекет физиологиялық түрде аяқталса, бұл зорлау болып саналады. Егер қыздық пердесі бұзылмаған болса, зорлау болмаған деп ойлайды барлығы. Алайда жыныс мүшесін тегізсе болды. Бұл зорлау дерегі. Сотталушы зорлаған мойындамады, ал баланың іш киімінен және көрпеден табылған биоматериалы кездейсоқ деді. Отырыста психолог жапа шегушінің болған оқиғаны жіпке тізгендей қып айтып бергенін мәлімдеді. Өгей әкесінің не істегенін айталмаса да, қалай itергенін, құлатқанын анық көрсеткен. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды қоса отырып, қылмыстық атқару жүйесі мекемесіне 22 жылға қамау туралы жаза тағайындалсын. 33 жастағы ер адамды зорлауға әрекеттену, зорлау және денсаулыққа қасақана орташа зиян келтіру бойынша кінәлі деп танылды. Соңғы бап әйелін ұрғанына байланысты. Сонымен қатар оны 5 миллион теңге моральдық шығын төлеуге міндеттеді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Бибінұр Хамитқызы, Артем Клеван, Дамир Ишанов, Ирбис телекомпаниясы.
Павлодарда бір бөтелке шарап адам өлтіруге себеп болды. Екі ер адам бірге ішімдік ішіп, кейін араларында жанжал туындаған. Біреуі екіншісіне қол жұмсап, ол жауап ретінде пышақпен кеудесіне, сосын мойнына соққы жасаған. Сотталушы кінәсін мойындады. Сот К деген азаматқа қылмыстық кодекстің 99 бабы 1 бөлімі бойынша қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі орташа мекемесіне 9 жылға қамау туралы жаза тағайындады. Жапа шегушінің пайдасына К деген азаматтан 292.475 теңге материалдық шығын, 2.200.000 теңге моральдық шығын өндіріліп алынды. Екібастұз жолында 3 жылқы көлік астына түскен, біреуі де тірі қалмады. Нәтижесінде мал иесін жауапқа тартты. Ал Баянауыл ауданында қар жауды. Бейнесін әлеуметтік желіге салдық. Көрейік. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі DE неміс аяқ киім салоны. Күзгі және қысқы аяқ киімдердің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. DE сапа мен жайлылық. Қазанның 27-сі таңғы 6 шамасында Екібастұз Села күре жолында Toyota Estima көлігі магистральмен кетіп бара жатқан 3 жылқыны басып кеткен. Жол көлік апаты салдарынан малдар аман қалмады. Иесі бірден анықталып, жауапқа тартылды. Оған 34.500 теңге айыппұл салынған. Жүргізушінің көзі жоқ па, неге тоқтамайды олар? Жоқ, неге айыппұлмен құтылады солар? Адам өліп кетсе ше? Меніңше қатаң жаза тағайындау керек, сонда малдарын қараусыз жібермейді. Сіз көлігіңіздің доңғалағын ауыстыру үшін қанша төледіңіз? Бүгін Ербес телеарнасының көрермендері осы сауалға қатысты ойларын білдірді. Бұл тарапта көбісі ол өлшеміне байланысты екенін жазудан, дегенмен айтарлықтай өзгеріс байқағандар да бар. 7500 теңгеге ауыстырдым, қымбат емес сияқты. Кейбір жерлерде 20.000 теңгеге дейін сұрап жатыр ғой, ондай бағаны қайдан аладыңыздар? Жылда 5000 теңгеге ауыстырам, биыл да өзгермеді. Ал осы арада Баянауыл ауданында қар түсті және әжептәуір қалың. Тұрақты көрерменіміздің бірі арнайы бейнесін жіберген екен. Кадрлардан қыстың иісі сезіледі. Ербес ТV парақшасына кіріп асықпай көрсеңіздер болады. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі DE неміс аяқ киім салоны. Күзгі және қысқы аяқ киімдердің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. DE сапа мен жайлылық. DE неміс аяқ киім салоны күзгі және қысқы аяқ киімдерінің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. Сапа мен жайлылыққа кепілдік беріледі. Рикер, Тамарис, Шойберг, Дина Ричи, Баден, Ральф Рингер және тағы да басқа әлемдік брендтердің кең сұрыпталымы. Әйелдер мен ерлер қауымы еш қиындықсыз оңай таңдау жасай алады. Егер не қалайтыныңызды білмесеңіз, Лермонтов 60 мекенжайына келіңіз. DE сапа мен жайлылық. Павлодар облысындағы түрлі деңгейдегі мәслихат депутаттары бүгін қызметтерін үйлестіру жөніндегі бірлескен отырысқа қатысты. Жиын аясында халық қалаулыларының жұмысын жаңғырту жобасы таныстырылды. Біздің участоктан кім депутат? Ол қандай жұмыс жүргізіп жатыр? Тұрғындарда бұндай сұрақтар туындағанда жауаптар қолжетімді болуы тиіс. Сондықтан халық қалаулылары коммуникацияларға, әлеуметтік желілердегі белсенділікке ерекше назар салуда. Мысалы, Павлодар облыстық мәслихатының жаңа құрамы сайлау өткеннен бергі уақыт аралығында үйреншікті депутаттар қызметін жаңаша жүргізуге тырысуда. Бүгін қала мен аудандардан әріптестерін жинап, тәжірибелерімен бөлісіп, мәслихаттар жұмысын жаңғырту жөніндегі жобамен таныстырды. Мәслихатта жаңа форматта, жаңа үлгіде жұмыс жасау керек. Депутаттар халық пен мемлекеттік органдардың арасындағы байланыстырушы тұлға. Сондықтан халықтың ішінде болып, халықтың мұқтажын біліп, оны мемлекеттік органдарға дұрыс, сапалы жеткізіп, және істің шешілу нәтижесін дұрыс қадағалау үшін осындай шаралардың маңызы зор. Депутат барлық өзекті мәселелер жайлы хабардар болуы тиіс. Бұл ретте түрлі салалардан келген әріптестер бір-біріне көмектесу қажет дейді. Халық қалаулылары өзі жұмысында экономикалық сауаттылық, әлеуметтік мәселелерді білу, құрылыс саласын меңгеру сияқты индикаторларға ерекше екпін беруде. Мәслихат жұмысын жаңғырту жобасы ұсынылғанымен әріптестер әлі де толықтыру енгізе алады. Айту керек, бұл бағыттағы жұмыстар жайлы арнамыздағы біздің депутаттар бағдарламасы арқылы да білуге болады. Дархан Бекешев, Артем Буланов, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Үйіңізде аяқ астынан жарық сөнсе, қалай әрекет етіп кімге хабарласу керек? Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама.
Гуілдеген желден шаршадыңыз ба? Әйнектеріңіз жабылмай ма? Балаларыңыздың қауіпсіздігі үшін алаңдайсыз ба? Ремонт Окнопласт көмекке келеді. Сервистік қызмет көрсету және пластикалық терезелерді жөндеу сапа кепілдігімен жасалады. Еңістерін орнату, резинкесін, шыныларын, терезе жақтауларын, тұтқаларын, пластик табалдырықтарды ауыстыру. Павлодар, Ақсу қалаларында диагностика жасау тегін, жақын маңдағы ауылдарға 1000 теңге. Ремонт Окнопласт шарттары ең қолайлы. 2 немесе одан да көп терезелерді жөндеу кезінде терезе бекіткіш пен механизмдерді тазалау сыйлыққа ұсынылады. Сонымен қатар зейнеткерлер мен жәрдемақы алушыларға -10% жеңілдік қарастырылған. Тегін диагностикаға өтініш пен жұмыскерлерді шақыру ыңғайлы уақытта. Анықтама телефоны 8747 816 1902. Ремонт Окнопласт. Көмектесеміз, жақсартамыз, оқшаулаймыз. Другой бьюти бар сән салонына қош келдіңіздер. Бұл жерде сіз өзіңізге қамқорлық жасау үшін бәрі бар. Сіздер үшін уақыт ең маңызды екенін біз білеміз. Сондықтан бірден бірнеше қол қызметін ұсынамыз. Бұл сізге макияж және шаш үлгісін бір уақытта жасауға мүмкіндік береді. Және уақытыңызды үнемдей аласыз. Денсаулықта басты назарымызда. Барлық құралдар бір реттік қолданыста, ал косметика тек жоғары сапада. Күйбең тіршілікті бір сәтке ұмытыңыз. Другой бьюти бар сән салоны жайлылық пен әсемдікке толы атмосфера сыйлайды. Біз үшін сіз ерекше жансыз. Жан мен сырт келбетіңізге көңіл бөліңіз. Другой бьюти бар сән салоны сізге қуаныш сыйлайды. Дәл қазір біздің сән салонымыздың қызметіне жазылуды ұмытпаңыз. Жаңа піскен бәліштердің хош иісі бала кезден бәріміздің есімізде. Пироговая лавка сізді сол сиқырлы тәтті сәтке апарады. Бәліштердің иісі қандай? Әже алақанының жылуы, ананың қамқорлығы, үйдегі жайлылық пен мейірімділік. Бұл жай ғана наубайхана емес, әрқашан ыстық және жаңа пештен шығарылған тәтті ғажайып тоқаштар пісіретін орын. Оның дәмін ұмыту мүмкін емес. Ыстық үлпілдеген үгінді, тәбет ашатын қызыл қыртысы және көптеген қоспалар. Өте дәмді. Бәліштерді өзіңізде алып кете аласыз. Немесе үйге тапсырыс беру арқылы жеткізуге болады. 8 708 504 0169. Пироговая лавка. Үлкен махаббатпен пісірілген. Сәттілік кілттері, табыс кілттері, бақыт кілттері. Сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы сәттілікке деген таңғажайып тартысты жариялайды. Енді сізге ай сайын тағдырыңызды өзгертуге қос мүмкіндік бар. Пәтер мен көлік ұтып алыңыз. Билеттерді сауда нүктелерінен, пошта бөлімшелерінен және asset.kz сайтынан сатып алуға болады. 55 жылдық мерейтой қарсаңында Еуразиаттық энергетикалық корпорациясы Ақсу электр станциясының жүргізушілері арасында кәсіби байқау ұйымдастырылды. Мұнда көлік тізгіндейтін азаматтар теориялық және тәжірибелік біліктіліктер бойынша сынға түсті. Сонымен қатар жылдамдық пен уақытқа сайысты. Әріптесім жалғастырады. Еуразиаттық энергетикалық корпорациясы акционерлік қоғамның автомобильді көлік учаскісіне кәсіпорынның үздік жүргізушілер арасында ұйымдастырылған кәсіби шеберлік байқауы 2 кезеңде өтті. Өз ісінің шебері атағы үшін 9 жүргізуші таласты. Еңбек өтілдері 2 айдан 25 жылға дейін. Ең алдымен олар көлікке, жол жүру ережелеріне қатысты қойылған сұрақтарға жауап берді. Назовите марку охлаждающей жидкости, которая заправляется в систему смазки. Нет такой. Правильно? Верно. Совершенно верно. Аплодисменты. Бірінші болып ауыр жүк көлік тізгіншілері тапсырманы орындауға кірісті. Уақыт пен жылдамдық басты назарда. Жүргізушілер қауіпсіздік жайлы да ұмытпады. Жас Қайрат Смағұловтың жалпы еңбек өтілі 15 жыл болса, соңғы 2 ай ол Еуразиаттық энергетикалық корпорациясында жұмыс істейді. Кәсіби байқауда артқы жүріс пен техникалық тексеру шұңқырына кіру тапсырмасын орындап шығып, осы номинация бойынша жеңімпаз атанды. В планах. Мұнда барлығы шеберлікке байланысты, себебі түрлі жағдайлар орын алуы мүмкін. Мәселен, бүгінгі ереже қиын. Артқы жүріспен кіру оңай емес. Барлығы тәжірибеге байланысты. Асықпау қажет. Ең маңыздысы барлығын назарда ұстау керек.
Келесі кезекте жеңіл көлік жүргізушілері кедергілерді артта қалдырып, жақсы нәтижеге қол жеткізді. Қатысушылар мұнда ептілік пен тәжірибе ең бастысы екенін атап өтті. Ал кәсіби байқауды шағын автобус жүргізушілері аяқтады. Олар қауіпсіздік ережесін сақтай отыра, дөңгелекті шешіп алып, қайтадан орнына қою бойынша уақытқа сайысты. Кәсіпорында жүргізуші ретінде еңбек өтілім 21 жыл. Менің жұмысым адамдарды тасымалдау болып табылады. Мұнда ең бастысы жол жүру ережесі мен қауіпсіздік ережесін ұстану керек. Бүгін байқауға қатыстық. Мен барлық жүргізушілерді кәсіби мерекемен құттықтаймын. Көлік тізгіндеу жауапкершілік пен ұқыптылықты қажет етеді. Олар әрдайым таза жүріп, шыдамды, мұқият болуы тиіс. Айта кетсек, шеберлік байқауы да кәсіби мереке күніне орайластырылды. Бұл байқауға қатысушылар өз шеберліктерімен қоса кәсіби біліктілік деңгейін көрсетеді. Шара электр станциясының 55 жылдығы мен жүргізушілер күніне орайластырылды. Мұнда көлік тізгінінде әртүрлі еңбек өтілі бар азаматтар қатысып отыр. Өз ісінің шеберін анықтауға бағытталған кәсіби байқау қорытындысы бойынша жеңімпаздар анықталып, оларға алғыс хаттар мен ақшалай сыйлықтар табысталды. Айтмұхамбет Айғожа, Альфия Омарова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Қазақстанда несие алушылар қатары азайған. Көрсеткіштермен бизнес жаңалықтарында Дархан Бекішев бөліседі. Сөз өзіңде. Рахмет, армысыздар. Биыл қыркүйекте несие беру көлемі тамыз аймен салыстырғанда да 11%-ға азайып, 1,2 триллион теңгені құрады деп хабарлайды бірінші несие бюросы. Мұнымен қатар қарыз алушылар саны сәуір айынан бері 2,28 миллион адамға дейін қысқарды. Тамызда заңды тұлғаларға жаңадан 1,6 триллион теңге, қыркүйекте 1,4 триллион теңге несие берілді. Несие алушылардың саны да 53.800-ден 46.000-ға азайды. Заңды тұлғаларға берілген несиелердің жалпы портфелі бірінші қазандағы жағдай бойынша 24 триллион теңгені құрады. Соның ішінде авто несие тамыздағы 156 миллиард теңгемен салыстырғанда қыркүйекте 144 миллиард теңгеге дейін төмендеді. 12 месяцев құрылыс дүкенінде бағалар төмендеуде. Бұндай тиімді ұсыныс болмаған. Тек 3 күн 27-29 қазан аралығында барлық өнімдерді 0012 жүйесімен 1 жылға бөліп төлеп алуға болады. Барлық жеңілдіктер сақталады. 12 месяцев құрылыс дүкені Павлодардағы Жаяу Мұса көшесі 6 мекен-жайы бойынша орналасқан. Барлық ақпарат 60-0067 немесе 12 МВПВЛ Instagram аккаунтында ұсынылады. Күзгі және қысқа аяқ киімдеріңізді жаңартуды ойластырып жүрсіз бе? Ендеше Ральф Рингер салонына барғаныңыз жөн. Бұл жерде ерлер де, әйелдер де өзіне лайықты модельдерін таба алатын сұрыпталым бар. Еуропалық өндіруші жоғары технологиялық табанға ерекше мән беріп, жайлылықты қамтамасыз етеді. Әсіресе жаяу жүретіндерге таптырмас өнім. Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан 221 бутик, Артур 2-де 356 бутик және Ескі Цумдағы 22 бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22 бутик бар. Соңында валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 474 теңге, евро 501 теңгеден, ал рубль 5 теңгеден сатылуда. Бүгінге осы сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет. Сапалы аяқ киім сатып алу үшін қомақты қаражат жұмсаудың қажеті жоқ. Бұған павлодарлықтар Беларусь сапасы жәрмеңкесінде көз жеткізді. Шетелдік қонақтарымыз бізге тағы да келді. Қымбат емес жұптарын біздің қаламызда 29 қазанға дейін сатып алуға болады. Ассортимент күртешелер және балалар аяқ киіммен толықты. Беларусь аяқ киімдері жәрмеңкесінің бізге алғаш рет келуі емес. Бірнеше жылдан бері шетелдік қонақтарымыз павлодарлықтарды маусымдық сұрыпталыммен қуантуда. Күзгі және қысқа аяқ киімнің ауқымды топтамасы. Ең талғампаз жандарды таңдау жасай алады. Сұрыпталымда күртешелер, мамық күртеше мен ішіктер. Олар жауынды ауа райында су болып қалмау үшін нейлон жабынымен жасалған. Био мамық, аққу мамығы және түйе жүнімен толтырылған. Өлшем қатары 44-70 аралығында. Күртешелердің бағасы 15 мыңнан 30 мыңға дейін. 500 жұптан астам аяқ киім сатылымда. Барлығы таза бұлғардан жасалған. Аяқ киімдердің іші қой жүнінен, табаны тайғанамайды және су өткізбейтін негізі бар. Қысқы жұптардың жаңа топтамасы. Барлық үлгілер мен түстері бар. Аяқ киімдер негізінен сүйегі шығыңқы, балтыры жуан деген сияқты қиындықтары бар адамдарға арналған. Аяқ киім кез келген өлшемде. Әйелдердікі 36-дан 44-ке дейін, ерлердікі 40-тан 49-ға дейін. Жазғы аяқ киімнің бағасы 7
12.500-13.500 теңге аралығында. Қыстық жұптар 16.500-ден басталады. Сонымен қатар алғаш рет балалар аяқ киімдері сатылымда. Ал сырт киімді кез келген маусымға сатып алуға болады. Жәрмеңке бізге жиі келетініне қарамастан, тұрғындар Беларусь сапасы өнімдерін толықтай сатып алады. Себебі бұл жерде барлығы өзіне лайықты үлгіні таба алады. Маған Беларусь аяқ киімдері ұнайды. Ол жеңіл, ыңғайлы және сапалы. Таза былғарыдан жасалғанына еш күмән жоқ. Қымбат емес әрі сапалы аяқ киімдер мен күртешелерді қазанның 29-на дейін сатып алуға асығыңыз. Жәрмеңке Бектұров көшесі 71 мекен жайында орналасқан. Бұрынғы Евразиялық банк. Кәсіби ұжым сіздерді сағат таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін күтеді. Үзіліссіз және демалыссыз. Альфия Омарова, Азамат Айтхалин, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Малай Сарыбатыр көшесіндегі үй жанындағы иесіз құрылыстағы өртті алғаш рет сөндіріп отырған жоқ. Адамдардың айтуынша онда қаңғыбастар түні бойы алау жағады екен. Көрермендер оны алып тастауды сұрайды. Толық мекен-жайы мобильді қосымша айдарында. Егер сізде қызықты бейне болса, 8-705-631-85 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Вот посмотрите, Суворова 43, Суворова 45, дробь 1. Вот это у нас пристройка уже в течение 30 лет бесхозная. Вот посмотрите, что у нас регулярно там поджигается. Живут люди, как говорится, без постоянного места жительства. И приходится вот вызывать ребят 2-3 раза в год, чтобы вот тушили. Потому что они там делают себе обогрев. Вот, помогите, пожалуйста, все это устранить и разобрать вот эти остатки этого дома. Потому что просто больше жить невозможно. Вот приехала машина ассенизаторская выкачивать яму. Яма 3 кольца по 1,5 метра диаметру. Сколько ага стоит? 10 тысяч. 10 тысяч сейчас за выкачку. Вот я в месяц 4 раза выкачиваю. Это получается 40 тысяч. Возят на честные. Здесь, говорят, не разрешают, да? И штрафуют. И получается, вот я должен сейчас 40 тысяч платить в месяц, чтобы просто канализацию свою чистить. До этого стоило 5 тысяч, сейчас 10. Такой у нас переход на Кутузова. Кутузова-Лермонтова перекресток, положили трубы. А как переходить по такому мостику, вот это непонятно. Прыгать, особенно пожилым людям. Вот так уже несколько дней стоит. Вот паркуют машины в арке 1 мая 284/1. Насколько это законно? Здравствуйте, телекомпания «Ирбис». Из 195 яму заасфальтировали. Большое всем спасибо. Благодарю. Телекомпания «Ирбис», процветание. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Пәтер сатып алғыңыз немесе сатқыңыз келе ме, бірақ неден бастарын білмей жүрсіз бе? Шешім бар. Енді сатып алушы мен баспана іздеу үшін уақыт кетірудің қажеті жоқ. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі сіз үшін барлық жұмыстарды жасайды. Сатып алу, сату, мәміле жасау кезінде толық сүйемелдеу, ипотекалық қарыз, мүлікке салынған тыйым салуды жою, қайта жоспарлау мен қайта құрылымдауды ресімдеу, қолма-қол ақшаға құнын өтеп сатып алу, ал ең бастысы тегін кеңес беру және әр клиентпен жеке тіл табу. Тәжірибелі мамандар дұрыс таңдау жасауға көмектеседі. Ал көптеген риза клиенттер осыған дәлел. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Кенеттен жарық өшіп қалғанда қайда жүгінуге болады? Бүгін біз дәстүрлі айдарымыз аясында өзіміздің кеңесімізбен бөлісеміз. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады.
Көп қабаттыда және жақын маңайдағы ғимаратта жарық ажыратылған болса, энергетикалық компанияның диспетчерлік қызметіне хабарласу қажет. Ал егер тек сіздің пәтеріңізде жарық болмаса, мұндай жағдай көбінесе үйдегі энергияны көп тұтынатын құралдардың жаппай қосылуынан пайда болады. Мамандар электр қызметкеріне хабарласуға кеңес береді. Кіреберіс бойынша жарық ажыратылса, онда қызмет көрсетуші ұйымға хабарласу қажет. Әдетте мұндай жағдайда жөндеу жұмыстарына қаражат жинағы қордан бөлінеді. Ал егерде қызмет көрсетуші ұйымның жұмысына шағымдарыңыз бар болса, немесе жертөле шатыр және жылу бойынша қандай да бір мәселеге тап болсаңыз, біздің редакциямызға хабарласуға болатын естеріңізге саламыз. WhatsApp нөмірі 8705 63185, телефон нөмірі 55 99 99. Біз сіздің мәселеңізді біздің арнайы дарымызда көтеретін боламыз. Павлодарда оқуға қыштар мектеп жобасы бастау алды. Айта кетейік, іс-шара Ахмет Байтұрсынов атындағы мектепте екінші мәрте ұйымдастырылуда. Кітап оқу маусымының ашылуы салтанаты ерекше өтті. Білім ордасы бір сәтке ғажайыпқа толы әлемге айналды. Оқуға қыштар мектеп жобасы біздің қаламызда дәстүрге айналған. Оған қатысатын оқушылардың саны жыл сайын артуда. Кітап құмар оқушыларға бағалы сыйлықтар табысталады. Жүлде қоры 500 мың теңге. Маған кітап оқыған ұнайды. Жиі әртүрлі шығармаларды оқимын, бірақ детектив жанрындағы кітаптарды ұнатамын. Мен оқуға құштар мектеп жобасының ашылуына Гарри Поттердің рөлінде боламын. Оқуға құштар мектеп жобасы балалардың кітапқа деген ізденіс құштарлығын оятады. Қазір балалар кітапты аз оқиды. Себебі қолжетімді жеңіл ақпарат ғаламторда бар. Ал білім көзі сәл артта қалуда. Бұл жоба арқылы оқушыларымыз қазақ, орыс, шетел шығармалармен танысып, әдебиет әлеміне саяхат жасайды. Жоба оқу жылының соңына дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында қатысушылар отандық және шетелдік әдебиет шығармалармен танысады. Айтмұхамбет Айқожа, Альфия Омарова, Дамир Ешанов, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар қаласындағы нөмір 51-ші балабақшада не қайда қашан ойыны өтті. Мерекелік шараның басты тақырыбы ұлттар достастығына арналды. Ата-аналар мен балалар әр халықтың салт дәстүр мен ерекшеліктері туралы айтты. Білгірлер командасына қатысушылар мектеп алды даярлық тобының балалары мен олардың ата-аналары. Олар ойын кезінде Қазақстан және басқа да достастық елдерінің тарихы, салт дәстүр мен ұлттық ерекшеліктері туралы сұрақтарға жауап берді. Түрлі елдің тарихы туралы білу балалар үшін үнемі қызықты. Сол себепті бірде-бір ата-ана қалмай бүгін қатысуға келдік. Әр ұлттың ұлттық киімі, тағамы туралы да айтатын боламыз. Даярлық тобының ата-аналары үнемі қолдау білдіріп, балабақша өміріне белсенді араласады. Біз үнемі ойын түріндегі жаңашылдықтармен қуантуға тырысамыз. Балалар командада қалай жұмыс істей алатындарын көрсетіп, өз жауаптарын дәлелдеп берді. Не қайда қашан ойынның соңы мерекелік концертпен аяқталды. Түрлі ұлттың киімін киген балалар ата-аналармен бірге ән айтып, би билеп өнерін көрсетті. Бибинур Хамидқызы, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтармен Айтмұхамбет келіп үлгерді. Қош келдің. Бүгін қандай ақпаратың бар? Сәлеметсіз бе? Маутинбайктен ұлттық құрама өкілдері Азия чемпионатының қола жүлдегер атанды. Дүбірлі дода Үндістанда өз мәресіне жетті. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Саған кино, телехикая мен ұлттық контент қана ұнай ма? Қалаған жеріңде көр. Бірден барлық құрылғыда. Қазақтелеком ұсынған TV+пен қажеттісін таңда. Ақсу қаласының автобус паркінде қоғамдық көлік жаңартылды. Енді қалада жүру одан да ыңғайлы бола түсті. Барлық автобустар заманауи және жайлы. Ең бастысы, мүмкіндігі шектеулі жандарды тасымалдауға арналған құрылғылармен жабдықталған. Сонымен қатар автопарк көп жолаушыларды тасымалдауға мүмкіндік беретін кең автобустармен толықтырылды. Қазір қалада 23 үлкен автобус және 3 шағын автобус адамдарды тасымалдауда. Осыған байланысты автобус паркі
Д санаты бар жүргізушілерді, кондукторларды, бақылаушыларды, автобус жөндеу слесарін және жұмыс тәжірибесі бар механиктерді жұмысқа шақырады. Сізге тұрақты жұмыс, уақытылы төлем, толық әлеуметтік пакет ұсынылады. Ақсу қалалық автобус паркі командасының мүшесі болыңыз және қаланың қоғамдық көліктердің қауіпсіздігі мен жайлылығына үлес қосыңыз. Барлық сұрақтар бойынша 8-747 414 3809 нөміріне хабарласуға болады. Хоккейден Қазақстан жастар лигасының ойындары жалғасуда. Негізгі бәсеке Барыс пен Астана арасында орын алды. Айдын иелері 3-2 есебімен жеңісті тойлады. Атырауда Жас Батыр Ястребы жастарын тізе бүктірді. Қорытынды 7-2. Тағы да бір матч Петропавл қаласында өтті. Онда Құлагер Арлан жастарын 3-2 есебімен жеңді. Бұл уақытта мұнайшы өз айдынында торпеданы қабылдады. Нәтижесінде Өскемен ұжымы ірі есеппен жеңіске жетті. Қарымта матчта ойыншылар алғашқы кездесудегідей ойнауға тырысты. Қонақтар көшбасшылар ретінде бар күштерін шабуылға жұмсады. Ойынның 14-ші минутында Игорь Киселев есеп ашты. Ары қарай Астраханцев, Данила Амельковец, Кирилл Хан, Богдан Гигановтан өзінің айласын асырды. Үшінші кезеңде Бельков қақпадан саңлау тауып есепті 0-5-ге дейін жеткізді. Мұнайшы тек Дмитрий Пархоменконың көмегімен есеп айырмасын сәл қысқарта алды. Қорытынды есеп 5-1. Хорошие забитые голы, в принципе. Ойын сапасы туралы айтатын болсақ, барлығы көңілден шықты. Қарсылас ойыншылардың шеберлігі арқасында бірнеше шайба соға алды. Бізде тәжірибелі хоккейшілердің саны тапшы. Одан да кіші командалардан шақырумен айналысудамыз. Алдағы матчқа дайындықты бастап кеттік. Айдында өнер көрсеткен қос ұжым Елордаға жол жүреді. Торпеда Барыспен, ал Ертіс Астана клубымен ұпай үшін күресетін болады. Павлодарда Былғары доп жарысы жалғасуда. Мектеп оқушылары үшін аталмыш дода нағыз қызу тартысқа айналды. Қазір 30 команда өзара бақ сынасуда. Аладоп бәсекесіне қатысқан өрендер 5-6 сынып оқушылары. Олар бұл жарысқа қатты дайындалған және әрқайсысы жеңіс тұғырынан көрінетіндеріне сенімді. Екібастұз қаласының құрамасы топтық кезеңде алдыңғы қатардан көрінді. Олардың айтуынша команданың қақпашысы жақсы нәтижелер көрсетуде. Матч басталған кезде аяқтарым дірілдеп, голды жіберіп алудан қорқамын. Біздің команда мені қақпашы етіп қойды. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілік. Олардың үміттерін ақтауға тырысамын. Плей-офф кезеңі тартысты болады деп күтілуде. Айту керек, ауыл аймақтардан жиналған жас спортшылардың да деңгейі жоғары. Пара Азия ойындарында Павлодар облысының намысын қорғап жүрген Серік Сұлтанов және Әлімжан Аяпов қола жүлдегер атанды. Жерлестеріміз шахмат бойынша командалық есепте үздік үштікті қорытындылады. Бұл ретте алтынға Индонезия ие болса, Филиппин өкілдері күмісті місе тұтты. Құрлықтық дода Ханчжоу қаласында өтуде. Қазақстандық спортшылардың қоржынында 34 медаль бар. Ортақ есепте еліміз 10-шы орында келеді. Бұдан бөлек Павлодарда өңір спортына елеулі үлес қосқан Амантай Аймағамбетовтың құрметіне арналған еркін күрестен дәстүрлі жарыс өз мәресіне жетті. Ашық турнир еліміздің дарынды деген жас палуандарының басын қосып, тартысты бәсекеде жарыс қожайындары ең көп жүлдеге ілікті. Еркін күрестен КСР спорт шебері Қазақстан Республикасының құрметті спорт қайраткері Амантай Аймағамбетовтың құрметіне арналған ашық турнирге биыл 300-дей жас палуан қатысты. Кезінде бұндай жарыстар аз еді, жалпы дайындық жүргізуге жағдай жоқтың қасы болған деп еске алады қария. Ал қазір жас жеткіншектер үшін барлық жағдай жасалған. Тәжірибе жинап биіктерге жетуге әбден болады. Бұл ретте қыз балалардың да күресіп жатқаны қуантады деп алға тартты Амантай Сапарғалиұлы. 18 жыл қатарынан өтіп жатыр. Өзіміздің аймақтан басқа болсын Астана, Алматы, Қарағанды, содан кейін мынау солтүстік Қазақстан облысы, Қостанай, Көкшетау, Өскемен, Семей біздің аймақтан аудандардан келіп жатыр. Бұның ішіне ер балалар мен басқа қыз балалар да күресіп жатыр. Сондықтан да ішімнен қуанып отырмын. Павлодарлықтар сапында Даниал және Алдияр Батырханов, Құрман Муслим чемпион атанса, Қайырболатов Думан екінші орын иеленді. Аталмыш спортшылар алдағы ел біріншілігінде өңір намысын қорғайтын болады. Бұдан бөлек аймағымыздың өзге қала мен аудан спортшылары да жарыста топ жарды. Ал қонақтар сапында Алматы мен Қарағанды палуандары жүлдегерлер қатарынан жиі көрінді. Жарыстың финалдық кезеңінде 10 медаль және тағы 3-і көп сайыста еншіледі. Спорттық гимнастикадан Павлодар облысының құрамасы Алматыдағы ел чемпионатын осындай нәтижемен аяқтады.
Қазақстан чемпионатына елдің барлық гимнасттары қатысты. Тек ұлттық құрама өкілі Милат Карими лицензия жеңіп алып, қазір оңалтудан өтуде. Қалған спортшылар негізгі команданың жолдамасы үшін таласады. Основная задача подтвердить свой. Негізгі міндет өз нәтижені дәлелдеу. Жылдың қорытындысын жоғары деңгейде шығару керек. Қарашаның 1-нен бастап негізгі жастар құрамасына шақыртылатын спортшылардың тізімі белгілі болады. Шеберлер тобында павлодарлықтар барлығын нәтижемен таң қалдырды. Ұлттық құраманың дебютанты Роман Маменов вице-чемпион, ал Нұртан Идрисов үздік үштікті қорытындылады. Жеке жаттығуда спортшыларымыз алтын медальге ие болды. Роман Хигай секіру бойынша, ал Артем Ковалев конь махи тәртіпшемесінде топ жарды. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарды назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Бүгінгі күннің маңызды ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамед Айғожа және де Бибинұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.